Сәлем достар. Сәлем, қалайсыңдар балалар? Бізде бүгін осындай ойын, біз алдымызға көп қағаздарды шашып тастадық. Мен біреуін көрсетіп жіберейін, қазір ережесін түсіндіремін. Осы жерде сөз жазылған. Осындай сөз. Яғни мен бұл жерде көп мақалдар жазып қойдым да, екеуіне 10-10-нан бөліп алады. Қазір 20 қағаз қойдым. Пока сендер ең бірінші 10-10-нан бөліп аласыңдар. Өстіп алдарыңа қорықпасыңдар, ашпайсыңдар. Сосын кезек-кезек өздеріңе қай парақ бірінші аласыңдар, сол бойынша мақалын жалғасын табасыңдар. Аха. Ал бастай беріңдер, жаймен өстіп алдарыңа 10-10 парақтан тартып алыңдар. Ашпаймыз бірақ, бәрін болғасын. Міне, мына екі қағаз бар. Давай, 9. Нұрхан артық алып қойыпты. Так, енді балалар, біз әдеттегідей не істейміз? Суепа жасаймыз. Кім бір жеңеді, сол ұтылды. Ал Нұрхан бірінші қағазды аламыз. Оқып. 18 қына тасқа. 18-ші мақал келіпті. Қына тасқа дейді. Осы мақалдың. Ми басқа. Жоқ, ми басқа емес. Қына тасқа. 3 жауапқа дейін рұқсат береміз. Бірінші жауабың дайын емес. Қына тасқа. Сөз. Жоқ, сөз емес. Екінші жауабың кетті. Үшінші жауап. Жауап жоқ, сұрақты маған бер. Қына тасқа, ақыл басқа бітеді. Достар, айтпақшы, мен осыны айтып отырмын, келесі ненің балдар таппаса, жауаптарын таппаса, мен айтпаймын. Білсеңдер, комментарийға жазып кетіңдер. Келесі сұрақ, Нұрикамал, мақалдың жартысы. Камераға көрсете ғой. Ит. Итті теппе. Тек қана итті тебуге болмай ма? Бірінші сұрағың жауабы қанағаттандырмайды, дұрыс емес. Екінші. Адам. Сол нені өзің құрастыр енді. Ит дос. Дос дұшпан. Жақындық қалдың, әттеген айым болады. Үшеу кетті ғой. Үшеу кетті, әкел. Мен жаңа айтқанмын, оқырмандарға мақалды айтпаймын, сендер астына комментарийға тауып көріңдер деп. Бірақ өзім дайындадым осының бәрін. Келесі сұрағыңды Нұрхан ала ғой. Маған көрсет. Шешесін. Жауабы? Айтып көрмейсің ба? Жауабы? Шешесін деген сұрақтың, сұрақ деп мақалдың жалғасы, шешесін деген жауабы. Келесі сұрақ, Нұрикамал. Томпақтарды алып кінәмен. Арбалағанша. Арбалағанша. Жауап жоқ. Ой, сендер не істедіңдер? Бүкіл мақалдың жалғасы жоқ. Ал, Нұрхан. Келесі сұрақ. Тәтті. Еңбектің алы тәтті. Молодец. Бір сұраққа жауап бердің, сол қасыңа қой, ең соңынан шатасып кетпес үшін санаймыз кім көп неған, жинаған. Ал, Нұрхан. Мен нан таңдаймын. Қандай мақал? Шәкірт. Шәкірт. Мен білем. Нұрхан білем дейді. Қазір мен ойлаймын отырмын. Есімде бар жатыр. Біреуден шәкірт. Жоқ, жауап бердің да, 3 жауапқа дейін мүмкіндік. Жауап бермей алсайды. Ұстаздан шәкірт. Молодец. Дұрыс. Лисицасында тұрады ғой. Осы жерге қасыңа қой. Барлық мақалды білесіңдер, просто естеріңе түспей жатыр. Ал келесі мақал көрсете ғой камераға. Қызы. Қызы? Қызыл емес па? Қызыл, қызыл. Жүректен жүрек қызыл болады,
деген мақал бар тұғын. Сен білмейсің ба қызылдың жауабын? Жарайды, бұл өзімде қалады. Ал Нұрикамал келесі сұрақ. Аққу. Аққудатпа досын сатпа. Молодец. Екінші сұрақ Нұрикамал өзің қасына қой. Ал Нұрхан, өздерің таңдап алғандарың. Так. 100 теңгең болғанша 100 досың болсын. 100 теңгең болғанша 100 досың болсын. Нұрханда да тағы бір дұрыс жауап. Ал Нұрикамал келесі сұрағы. Мен мынау томпақ қағазды таңдаймын. Бұда мен өзім Қол бастар. шешенсіз бастарға батыр қол бастар. Иә, молодец, жарайсың. Көрсет, қандай сұрақ? Жалқаудың кімге түсіп тұр дейсің, иә? Жалқаудың. Жалқаудың ертең өтіп. Молодец. Дұрыс. Ал, Нұрикамал. Тағы да томпақ қағаз. Мынау не деген сөз? Опасызда. Опасызда. Деген жауап оның. Нұрхан, сенде жауап жоқ па бұда? Жоқ. Ал енді мен мынаны көрсең, емерсің. Үйде кетсең, емерсің. Молодец. Нұрхан, Нұрикамал. Мен мына бір қайттан томпақ қағаз таңдаймын. Бізде ырысы. Болмаса мектепке жасау. Жоқ, еркектің бір ісі артық, әйелдің... Қандай еркектің бір ісі артық? Жоқ, ерте тұрған еркектің бір ісі артық, ерте тұрған әйелдің бір ырысы артық. Ырысы артық. Молодец, жарайсың. Қол батыр, көз қорқақ. Көз қорқақ, қол батыр. Молодец. Келесі сұрақ. Ары қағаз ойын. Я, ашып қарай беріңдер уже. Өздерін таңдағандарың. Сұрақ қыз. Қыздың көркі бір бөлімі. Андай, Сана өзің дұрыстап жауап бер. Қыздың көркі... Қыз қонақ. Қыз қонақ деген сөз бар, бірақ мақал емес. Білмеймін. Нұрхан, сенде жауап бар ма қыз деген сөзге? Қыз деген сөз бар. Жарымас. Жалқаудың ісі жарымас. Жалқаудың ісі жарымас. Дұрыс жауап, молодец. Нұрхан, Нұрикамалда. Отбасынан. Отандастық. Қалай дейсің? Сұрақ. Отбасынан. Дұрыс па? Жоқ. Иә. Жаңағы сөз. Отбасынан. Отбасынан да ыстық. Отандастық. Дұрыстап құрастырыңдар. Отбасынан деген сөзді. Дұрыстап. Бұл мақалды әдемілеп айту керек. Отбасынан да ыстық. Ыстық емес. Просто отбасынан басталады деген сөз бар. Бұл сұрақты енді мен алам, әрбір көмектестім, өздерін дұрыс жауап бермедіңдер. Есептелмейді дұрыс жауап ретінде. Ал Нұрхан, сұрағымды оқи қой. Көрсет маған. Не деген сөз шықты саған? Күнің жоқ. Подсказка ма? Күнің жоқ. Сонда бірақ сөз жазып. Шешесіз күнің жоқ. Шешесіз жұрттың күні өтіп атыр ғой. Күнің жоқ. Қалай тоқташ қайта айтшы ағалды. Күнің жоқ. Қайттан айтшы жоқ па? Сенде жауап бар ма? Сусыз күнің жоқ. Білімсіз күнің жоқ. Молодец. Телефон ұстаған адам. Менің білім ғой. Жауабымды, сұрағымды оқи қой. Ыстық. Отандастық. Молодец. Ал енді сұрақтарымызды санаймыз. Нұрхан, ортаға қой. Так, араластырма. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Нұрхан 7 мақалға жауап берді. Жарайсың. Ал Нұрикамалдың мақалын сұрайық. 10 сұрақтың Екеу, үшеу, төртеу, бесеу. бесеу. Жаман емес, жарайсыңдар. Как всегда кымытады. Сонымен балалар ойынымыз аяқталды. Ал көрермендер, мына мақалдардың, қалған мақалдардың жалғасын табам десеңдер, мен қазір көрсетем. Осы сөздер: арбалағанша отбасынан қыз опасызда, қызыл шешесін қына тасқа және ит деген сөздер бар. Осы мақалдардың жалғасын тапсаңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Мен оның жауаптарын Нұрхан мен Нұрикамалға көрсететін боламын.